Кейіпкерлер. Жақсы. Енді мынадай сұрақ. Сабақ мақсатын орындау үшін мен мынадай сұрақ қойып келіп отыр. Кімдер жауап береді? Типтік образ дегеніміз не? Типтік образ дегеніміз не? Алайда қойыңыз. Типтік образ дегеніміз ол бірнеше кейіпкерлерге тән, бірнеше адамдарға тән сипаттардан құралған жүйе. Жақсы. Келесі. Даралық сипат дегеніміз не? Ал, және кейіпкерлердің өзіне тән жекелік сипаттамалар. Жақсы. Реалистік образ деген? Алайда реалистік образ деген жалпы жанымды образ, және оның сәбеттейді, несколько болады, және автор шынайы бейнесінен аспайды. Тақсымалыңызда мына жерден мінекей екі тобына, бірге кемпір тобына, айна тобына тақсымалаттық. Жұмыстарын таныстырып өтіңдер. Бұл біздің салынған плакат. Бұл жерде жалпы Бегалқа ауылы суреттерген. Бұл жерде Нюра келген, Айна, жаңа суреттерген, мына жерде Ерік, және оның құлалған басшылығы. Еріктің тура және жанама мінездемелері арқылы типтік бизнесін ашу. Сұрақтарға жауап бермей тұрып, біз Ерікпен қысқа нұсқа танысып кетсек. Еріктің қолында Нюра болады. Ол мысалы аузынан шығандықтан онан тұра алмайды. Ерік Нюраға Еріктің әйелі қарайды. Айна Алматы қаласында танысады. Нюра Еріктің анасы өтпейді. Амалы сүйеді. Және сұңғақ бойлы, көгілдір көзді. Және ол нешін романына қатысатын, оқитын ересек жігіт. Жалпы Еріктің жаңа мінездемесін айтып өтсек, ол ақша құмар, дүние қоңыз, Бегалқаға жылына бір-ақ рет келіп тұрады. Шешесі Нюра алып жатқан кезде тек Айнаға қамқор болып бағып отқан, және де аяулы жары Айна, аяулы анасы Нюра бар болған қасында болса да өзге қызға және ақша дүниеге көп қызға. Еріктің өз басын ғана ойлайтынын жаңағы әрекет арқылы жанама мінездер жасадыңдар, иә? Жақсы. Келесі Еріктің типтік сипаты. Ол ерік, ақша құмар, дүние қоңыз және басқа дүниеге еліктеуіш болып. Ерік шешесі Нюра, Ерік елеске шармада айтып өткендей қатындары жақ бетіндегі түрін көрмесе де қызға ғашық болады. Нұрекет ол. Нұрекет арқау береміз. Байланысты өзіміз Нұрекенің ішке кейіпкер ретінде ашқан болатын, және де оның біздің плакатымызда өзінің қасиеттері, және де бұл романда өзінің қалай көрсеткен, қалай ұстаған, және де қандай адам екенін білгеніміз осы плакатта біз жалпы айтып өткен болатынбыз. Айтсақ, Нұрке апа ол орыс бір бай отбасынан шыққан жалғыз қыз болатын. Және Нұрке апа өкінішке орай бір ауруға шалдыққан, сөйтіп төсекке жатып қалған еді. Және де Нұрке апа жас кезінде қазақтан қашып кетіп оған үйленгендіктен оны Нұрке апаның осы аты айтқандай бұл даралық сипаты, ол қарғысқа ұшырағаны ол даралық сипат. Ал типтік сипат ол Нұрке апаның өмірде болған ашаршылық, күйеуінің қалуы және балалардың өмірде кеңес үкіметі тарапынан қуғындауға ұшырауы ол типтік сипатқа жатады екен. Тамаша. Бір сұрақ, Оралхан Бөкей туралы бір ауыз айтыңызшы. Оралхан Бөкей ол қазақтың әдебиетіне өте жақсы, өте маңызды рөл атқарып өткен ақындардың бірі болады, және де оның жазушы болғанын білеміз. Себебі неге? Өйткені бұл шығармасын оқып біз көптеген өзінде байланысты мәлімет алдық, және де бұл шығармада оқыған кезде ең басында осы атау керек шығармасының екінші аты қауіпті будан болып табылады. Не себепті қауіпті будан деген ой болуы мүмкін. 1906 жылы ғалым Орик Эстеван Кер ол африкалық аралар мен европалық араларды бұдан бастаған болатын. Және нәтижесі Оралхан Бөкей
қанша адам келген. Бас кейіпкер ол Айдар болады. Айдар ол еріктің әйелі. Біз осы плакатта Айдар келеді, және оның ішкі дүниесін бейнесін жазып кеттік. Айдар кішкентай бері адамгершілігі мол, сезімтал, еңбекқор қыз болады. Айнаның еңбекқорлығын шығармада ол тауықтарға жем шашып, айран өтіп, қымыз ашытып отырғаннан жерде ауыр халде жатқан Инга кемпірдің махаббат және сезімталымен бейнеленді. Айна басқа кейіпкерлермен өзінің момындығымен, адалдығымен өзгешеледі. Өйткені ерік басқа қызды жақсы көрсе де ол ерікке аман қалдырған. Және де біз оның типтік бейнесін қазіргі қоғамдық өмірмен байланыстырсақ, онда Айна тағанды өзінің өміріне жатқан кезінде, өзіне қол жұмсауға барған кезінде құтқарып қалған. Сол секілді қазіргі өмірде де, қазіргі заманда да ондай жағдай болғанда өмірден үміт үзген жандарға өзінің қолын созып психологиялық көмек беру қажет. Айна осы Нұрке кемпірді жалғыз аралға шаққан кезде ол осы Айна мысалы Нұрке кемпірдің баласын өзі ол жалғыз аралға шыққан кезде өлімге шыққанша ол өзінің барлық анаға деген қамқорлығын жасаған. Сонымен атау келе дегеніміз не? Атау келе дегеніміз не? Атау келе дегенді ашамыз. Атау келе дегеніміз адамның өлер алдындағы соңғы ішкен асы болып саналады. Ол әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Су немесе сүт, қымыз. Көбіне адамдар су ішіп соңғы атау келесін ішкен болып саналады. Жақсы, рахмет. Атау келе де қара болғанда бізге түсінікті, иә? Түсінік па бәріміз болар? Жақсы. Рахмет, отырыңыздар. Таған шығармада білімді кейіпкер ретінде көрсетіледі және білімді жоғары болып табылады. Бұл яғни өзінің диссертациясында неге мен осы емес, неге біз осы деп негізгі қияли терең мағыналы сұрағын қоя отырып, менен гөрі біз маңыздырақ екенін көрсетеді. Сонымен қатар Таған өзінің білімнің арқасында 2 диссертацияны қорғаған болатын, бірақ өкінішке орай себептерінен диссертациясы осы деген айып тағылып. Тағанның жаман мінездемесін айтсақ, ол Абдурахим айтқан сияқты өте ақылды, оқымысты адам болған. 2 диссертациясын тапсырған. Бірақ өкінішке орай оның да әлсіз жерлері болған. Ол өзінің өмір жолын таба алмай, мағынасын жоғалтып алған. Сол үшін өзінің өмірін бұзып бастаған. Ең басты себебі Тағанның өмірінің бұзылуы, ең басты себебі не болды? Диссертациясын тапсыра алмайды. Не себеп? Неге құмар болды? Маскүнем болды, ішімдікке, араққа құмар болды. Жақсы ары қарай. Енді мен Таған арқылы автор не жеткізгісі келді, қандай адам топтарын сипаттағысы келгенін айтып кеткім келеді. Типтік образын шығарсыз. Бойынша Оралхан Бөкей Таған арқылы күйзеліске ұшыраған адамдардың жағдайын, көрінісін бейнелегісі келген. Біз бұны Тағанның тұрақсыздығынан, ерік-жігерінің жетіспеушілігінен, мысалы бірінші диссертациясын не үшін қорғай алмай қалды, оның арақ құмарлығы үшін және ол ортаға түсіп, сөйтіп дайын диссертациясын қорғай алмай қалды. Сонда оның ерік-жігерсіздігі, оған қоса ашылмаған әлеуеті. Оның ішіндегі меніңше Таған өзінің шегіне дейін жетпеді. Ол егер жақсы рахмет болды. Тасыма беремін, мына топқа. Сіздер кімдесіз? Нұреке. Нұреке? Нұрке. Иә, Нұрке кемпір. Сіздер ерік па? Ерікке байланысты тапсырма. Сіздерге аймақ байланысты сіздер Таған. Ал кірсеңіз, тез. Орнынан тұрып кім сөйлейді? 1 минут қана уақыт береді, 1 минуттан. Нұрке кемпірге қатысты 2 ақпарат айтыңыз. Нұрке апамыз ол өте бай орыс отбасынан шыққан, оның отбасы өте бай болған, оларда өте көп мал болған отбасынан шыққан. 2 ақпарат Бақытжан айтады. Нұрке кемпір туралы 2 ақпарат ол шығармада оқи аламыз. Нұрке кемпір ол ауыр болып келеді және ол өзінің денсаулығына сай мәселелер арқылы ол кейіпкер ретінде ашылып және де өзінің басына өткен қандай қиын ауыртпалықтарды айтып өтетін болады. Жақсы айттыңыздар. Дегенмен де
мынау шығармаға өте өзекті берілген мәселесі Нұрке кемпірдің ата-анасының рұқсатынсыз, ата-анасы өте бай болғанын айтып өттіңіздер, иә? Рұқсатынсыз басқа ұлт өкіліне, қазақ жігітіне шыққан кезде ата-анасы не істейді? Қарғыс айтады, иә. Отыра ғой. Рахмет. Жерге қатысты эпизод әңгімелейміз. Екі эпизод, иә? Бірін айнамен алып жатқан Нұрке өз күндерін өздері көрді. Жалпы еріп бек алқаға жылына бір-ақ рет келіп, бар қамқор, Нұрке деген қамқор, ол айнадан көрінді. Және де қатын өзенінің ар бетіндегі, ар бетіндегі қызға түрін көрмесе де еріп қашып болады. Және күндердің күнде оған тезірек жеткісі келгендіктен дұға етеді. Және Құдайдың құдіретімен соңына айналып, сол қызға ұшып келеді, сасқалып қалған қыз өзіне болған сонаны қаншымен бұрып өлтіреді. Тамаша. Арасындағы сыйластықты дәлелейтін екі аргумент. Екі аргумент. Біреу. Атаукери романында айна қораға кіріп, айымен және екі қожаны көреді, қонжықты. Оны шошып, ол талып қалады. Сосын оны еріп көріп, көмектесіп, Нұрке енесі шошып кетеді және айнаны өз қызына жақсы көремін ғой деп өзіне сезінбейді. Сол жерде байқады, иә? Ара-қатында жылы сезінді деген. Екіншісі еріп көреді. Нұрке төсек тартып қалған кезде айна суын жылытып оған қамқорлығын көрсетеді. Жақсы, тамаша. Және ерік әрдайым өзінің кәсібіне байланысты, мал сатуға байланысты қалаға жиі кеткен кезде айна Нұрке апайының жанынан шыққан жоқ, иә? Әрдайым сол қамқорлығында болды. Тамаша, рахмет. Қатысты екі ақпарат айтты. Таған ол екінші диссертациясын Мәскеуде қорғаған және оқыған болды. Екіншісін қорғай алмады, иә? Диссертацияның атауы? Неге қорғай алмады? Диссертация атауы 1930-1940 жылдары Қазақстандағы әлеуметтік жағдай. Тамаша. Иә? Сонда не үшін қорғамады? Не үшін қорғамады? Ұлтшыл деді, иә? Өйткені сол кездегі орыстардан басқа өзге ұлттардың мәселесін көтерді. Ұлтшылсың деп танып, диссертациясын қорғатқызылмады. Жақсы, рахмет. Екінші эпизод. Бағаннан өзінің қол жұмсалған талпынды, оны айна құтқарады. Қазіргі тілмен суицид жасайды, оны құтқарады, айна құтқарып болады. Жақсы, тамаша, рахмет. Құрамыздан басты шапақтаймыз, ішті қалаймыз. Басты шапақтаймыз, ішті қалаймыз. Бұл миға арналған жаттығу. Қолда ауыстырамыз. Ішті қалаймыз, басты шапақтаймыз. Ішті қалаймыз, басты шапақтаймыз. Тағы рет. Басты шапақтаймыз. Біз қазір тура мінездеу, жанама мінездеу, бәрін айтып. Енді жанрлық ерекшелігі. Романның қандай түрі? Деп ойлайсыздар? Психологиялық роман ба, драмалық ба, жоқ әлде тарихи роман ба, мемуарлық роман ба? Қай түріне шығады роман? Психологиялық, иә? Жақсы. Ішінде драма келсе ма? Келсе. Адамның көңіл күйі молынан келсе, де? Жақсы. Және жанрлық ерекшеліктер. Не байқаймыз? Мынада не көрдіңіз? Табиғат, пейзаж, иә? Тағы? Таған мен айнаның монологтары. Монолог бар, тағы? Диалог бар. Диалог дегеніміз не? Екі адам сөйлесу. Монолог. Кім мысал берсін? Монолог бар. Өмірде неше түрлі адам өткен, билік еткен хандар, байлар, неше түрлі әлемді өзінің аузына қаратқан ғұламалар. Олардың мың жасағаны, солардың ол дүниеден оралғаны. Сонда біз не үшін өмір сүреміз? Бәлкім бұл өмір ұлт үшін, ұрпақ үшін өмір сүреміз. Бірақ ұлтқа мен сияқты алғаш немесе одан болмаса еркін сияқты толастар ұрпақ үшін керек пе? Неге біз осы ұрпақтарымызды
рухы мықты, дені сау, ана тілін ардақтайтын, жақсы іс-әрекет жасайтын болып тәрбиелейміз. Неге? Тағанның аяқталмаған сөйлемін толықтырамыз. Неге біз осы жазамыз? Неге біз осы көп нүктенің орнына қазіргі заманға, қазіргі қоғамға байланысты өмір тұрғысынан бір сөйлем. Ең басты кітап оқуға қызығушылығын арттыру мақсатында. Неге біз осы сұрақтарыңыз дайын ба? Бар. Ал? Неге біз осы әдебиет кітаптарын оқуға талпынбаймыз? Кім жауап? Әркім өзінің қысқаша ойын айтып шыққан, иә. Меніңше талпынбайтын адам жоқ. Талпынатын бәрінен топырақ шашуға болмайды. Талпынатын адамдар көп. Қазір кітап тарататын ұйымдар, кітап оқитын ұйымдар өте көбейіп жатыр, әсіресе жастар арасында. Бірақ сұрағымыз не үшін талпынбаймыз? Кейбір оқушылар талпынбайды, себебі менің ойымша олардың көңілі басқа жерде. Әлеуметтік желіге көп назар аударады. Жалпы кітап оқымайды. Ол неге? Себебі олар өз ойын бір нәрсеге концентрациясы жоқ. Сол үшін ол кітап былай оқи алмайды жалпы. Егер де ол бір кітап оқып көрсе, әдебиет емес жалпы бір кітап оқса, ол өзінің қызығушылығын ашатын еді. Және де әдебиет кітаптарды ол өзі үшін, өзінің жеке әлемі үшін оқитын еді. Ол бірінші өзінен талпыну керек. Жақсы, осы жерде бір қосымша сұрақ. Компьютер кедергі емес пе? Әрине, әлеуметтік желі, телефон, гаджеттер ол кедергі. Бірақ меніңше адамның өзінің сана-сезіміне де өте үлкен нәрсе рөл атқарады. Себебі, мысалы осы күнге дейін, 10-шы сыныпқа дейін мен кітапты бір оқу керек деген мақсатпен оқыдым да, баға алу керек деген секілді. Былайша айтқанда санасыз, түпкі санасыз оқыдым. Бейсаналы. Жалпы компьютердің и гаджеттердің адамдарға кері әсерін беру немесе оң әсерін беру тікелей адамға байланысты болып келеді. Мысалға компьютердің егер біз осы өз-өзіне қол жұмсаған адамға уақытылы көмек көрсете аламыз. Осы жерде осы сұраққа жауап берместен бұрын Оралхан Бөкейдің өмірбаянында жалпы осы атау бередегі суицид кездесе ме сіздер? Оралхан Бөкейдің өмірінде негізінен мына деректі фильмдерде сүйенсек, Оралхан Бөкей өте мынандай әдебиет сүйгіш отбасында өмірге келген. Дегенмен оның өмірінде бір қиын кезеңдер болған. Ол Айман деген қызға ғашық болады, өте жақсы көреді бірін-бірін. Оған үйленер кезде сол ауылдың Қатон-Қарабай жақта, ол біз Шығыс Қазақстан облысынан естіде, сол ауылдың бір көріпкел адам айтқан екен. Бұл Айман өте жақсы қыз, бірақ ешкім ренжуші болмасын. Оның бір кемшілігі бар деп айтқан екен. Шынында да Айман 10 жыл бойы бала көтермейді. Артында ұрпақ қалдыру мақсатымен басқа бір қызбен көңіл қосады. Оны бірақ Айманға білдірмейді. Айман біліп қойған кезде ол өзіне өзі қол салады. Биіктен секірмейді Айман. Ал екінші әйелі бір ұл бір қыз туып береді. Мықты жазушы болған, оны көп Қазақстаннан тыстап адамдар оқыған. Оны мынау Делиға жіберген кезде Оралхан Бөкей ешкері ауырмаған, тек өкпесі сыр берген екен. Сол қонақ үйде жатқан кезде шықпай қалады, есікті бұзып ашып кірген кезде неден өлгені осы уақытқа дейін белгісіз, жүректен деп айтады. Дулат Исабековтың, Шерхан Мұртазаның пікірі бойынша ол әлде ұзақ өмір сүру керек. Бірақ солай өмірі үзіліп кетеді. Неге біз осы қазіргі қоғамда әділетсіздікті үнемі кездестіреміз? Тәрбие қайдан алады адам? Бірінші отбасынан, екінші мектептен. Егер сен тәрбиені дұрыс алатын болсаң, және саған дұрыс тәрбие, және де қоғамың дұрыс болатын болса, сен өзіңе дейтін немесе басқаға дейтін әділетсіздікті жасатпайсың, және жасатпаудың әдістерін ойлап табасың. Өйткені
ең басты себебі ол неде? Ол сен өзіңді жақсы ұстайсың, ал біреу саған әділетсіздік жасап кетсе, сенде ойыңда бір ой болады. Неге мен өзімді адал ұстаймын, маған біреулер әділетсіз болу керек дегенде. Осындай ойды тудырмас үшін сен бүкіліне әділеттікпен қарап, және де бүкілін қандай жолдармен айту керексің, нақты және де түбегейлі оймен. Себебі сен мысалы досың бұл жерде басқаша жаққа қарай ауыстыру қажет. Меніңше ол жалпы қоғамның мәселесі сияқты. Негізінде отбасынан, мысалы жаңа айтқандай, отбасынан мектептен басталады. Және ол бұл әлемнің қандай екенін көреді, сосын соған бейімделеді. Сұрақтарға түседі. Ой бағдарламасы бойынша таңдаңыздар кім? Таңдайсыз жауап бересіз. Бақшына қайсысы? 7. Өзің жауап бересің, е? Жақсы. Саған пайда болған арада қалай ағай деп қалмады? Қауіпті бұдан деп атайды. Қауіпті бұдан келсеңіз ба? Жақсы. Бірден жауап береміз. Нұрке кеңес үкіметінің қуғындауынан қайда болады? Моншаға жақсы, рахмет. Мұның екінші статусын тақырбы қандай? Алтайдағы көшпелі халықтар. 1900 редакциясын айтты. 1999 жылдардағы. 11. Қалыпты бұдан сөзін қалай түсінесіз? Қалыпты бұдан дегеніміз ол Африкалық араның Европалық араның будандастырылуы. Будандастыру улар іште жақсы отырады. Неліктен аңшы болғанын сөйледі. Өйткені ол алғышылықтан, түрлі әділетсіздіктерден өзінің балаларын адам болып өсіргісі келді. Жақсы тәрбиелегісі. Жақсы тәрбиелегісі. Баласы тұрады? Доктор Александр Ильичтің ерікке берген тапсырмасы қандай? Кім жауап береді? Абдрахман. Оның тапсырмасы аюдың қонжығының терісін алу. Тағанға жауап қарай бастайды. Таған ішімдікті қойғаннан кейін жауап қарай бастайды. Ол өз өмірін қайтадан бастап. Дұрыс емес, Сұлтан. Жалпы осы Тағанның әке шешесі Нұрке кемпірмен оның күйеуінің осы екі отбасы жақын дос болады және осы Нұрке кемпірді жаңа айтып кеткен Моншаға тығуға көмектеседі. Жақсы, рахмет. Маған не ұнады, несімен ұнады? Қай топтан не үйренді? Бір-екі сөйлем ғана дәптер боламыз. Тез. 6 балл, Мағдәулет 7 балл, Тілжан Пирасыл 8 балл, Ақерке 9 балл, Әлима 7 балл, Сұлтан 10 балл. Маған автор идеясын ады. Кімнің? Автор идеясы. Айтады. Мен мынандай байқадым, жерік бағана айтқанда ақшамдар деген жолын, дүниеге беріліп, өзінің туған жақындарын кетті ғой. Сол секілді бір алдын алу мақсатымен бізге адамдарға үнер жасап жатқан секілді. Идеясы арқылы өмірдің ашшылықтарын көрсетуге Абдрахман. Және маған осы шығармада ұнағаны автор осы шығармадағы идеяларды мысалы Таған адам жағын Тағанды иман десек болады, ал ерікті адам қалауы, яғни адам кісі десек болады, ал айна сол екеуін көрсетіп тұрады. Тамаша, рахмет. Маған бұл сабақ шынайылықпен алады. Шынайылықпен алады. Жақсы, тамаша, алып бақша. Маған бұл шығарма және тақырып ұнағаны ол Нұрке жайлы болды, және де Нұрке жайлы болды. Нұрке жайлы болды. Неге десеңіз ол ананың құндылығын аша отыр. Еріктің өзінің анасын қалай сыйламағанын көре аламыз. Сонымен ашты. Ол мүмкін Нұркеге қайтып келген шығар. Нұрке өзі батасына қарсы шықты ата-ананың батасына. Иә? Жақсы, рахмет балалар бәріңізге рахмет. Жалпы алғанда сіздерге көмектескен ақпарат. Мен жақсы көретін басқа ұсыныс. Рахмет сізге балалар. Апайларына рахмет өстім. Енді осы ақтөбедегі романы сіздердің ойларыңызға жақсы қалды деп ойлаймын. Кейін өздеріңіз достарыңызға, болашақта балаларыңызға айтып кеңес бере аласыздар деп ойлаймын. Осы роман туралы. Мен оқушылар, биыл 10-ші класс өте күрделі тақырып. Ата өлкеге деген өзіңе өте күрделі. Сондықтан ақмал шықсылығы апайлар бөлімінде осы тақырып
тақырыпты ашады ішінде негізгі кейіпкерді тура мінездемесімен жанама мінездемесінде көрсете білдіңдер. Яғни соның бәрін көрсету ол композициялық сюжет композициялық өте жақсы деген ойдамын. Сондықтан да алдағы уақытта есені жазып жоғарғы бала алыңыздар. Ақмарал апай, сізге көп рахмет. Осындай көтеріп тақырыпты оқушылармен бірге бірлесіп талқылау жасап отырсыздар. Қазіргі өмірдегі заманға лайықты кейіпкерлер байқадыңыздар ма? Иә, мысалы жаңағы маскүнемді, өзінің анасын тәрбиелемеу, өзінің анасына деген құрмет көрсетпеу. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, дәл осы біздің мектептің жанында үлкен қарттар үйі бар. Кезінде Қазақтығында қарттар үйі деген болмаған. Сондықтан бұл керемет тақырыптарыңызды өте жан-жақты алып, функционал сауаттылықты ашып деген ойдамын. Рахмет, апай, көп рахмет. Сабақта маған ұнағаны сіздердің тазалықтарыңыз, керемет жаңағы пікірталасқа қатысу, балалардың сабаққа қатысу белсенділігі, сондай біздің қазақ тілінің бір мәртебесін көтеріп отырған сияқты сондай бір көңілімді қуаныш билеп отыр. Рахмет елге сондай тазалықтарға өз ойларыңды еркін жеткізе алуларын қазір бізге нағыз керек осы. Көп рахмет айтамын. Сабақ өз мақсатына жетті. Сіздерге бірталай құндылықтарды алды деп ойлаймын. Рахмет. Сіздерге үлкен рахмет. Сізге бірінші жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Маған оқушылардың ұнаған қасиеті үй тапсырмасы болсын, сынып тапсырмасы болсын, жауапкершілікпен жаңағы орындап, толықтырып, толыққанды ашуға тырысып отырды. Әрі қарай да оны және де сіз айтып отырсыз дебатқа айналдырсақ болады. Сол оқушылар олар берген тапсырма бергеннен барлық бір өз ойларын жеткізіп, өз ойларын қосып, соны ашқаны ол сіңген деген ойлаймын, берген тақырыпты кәдімгідей жақсы орындады, жақсы шығарды, ашты деп ойлаймын.